Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал мен земляян белгісіндегі адамдарға арналған қысқаша болжамымды ұсынамын. Земляян сіздерге жалпы ағаш элементі сіздерге жұмыста өсуді білдіреді. Жұмыстарыңызда бір өзгерістерді білдіреді. Одан кейін баланың тақырыбы өзекті болады. Жаңадан білім алуға өте қолайлы кезең. Жұмыстарыңызға тексеріс, проверка келуі мүмкін. Әлеуметтік желіде, өмірлеріңізде достарыңыз, жаңадан достар пайда болады. Білімдеріңізді, алып жүрген білімдеріңізді жалпы ашық түрде көрсету керек. Статустарыңыз өзгереді. Мысал алатын болсақ, басыңыз бос болатын болса, жігітіңіз болуы мүмкін. Егер жігітіңіз болса, үйленуге ұсыныс білдіреді. Немесе үйленесіздер, некеге тұрасыздар. Немесе балалы боласыздар. Немесе бір жақсы қызметке өсесіздер. Осындай бір статусыңыз өзгеретін жағдайлар болады. Адамдармен байланыстарыңыз көбейеді. Тойға, қонаққа жиі барасыздар, немесе сіздерді қонаққа шақырады. Асқазан ішек жолдарына мұқият болу керек. Жалпы сіздерден қарыз сұрайтындар өте көп болады. Қарыз бермеген дұрыс. Әйтпесе бермей қоюы ықтимал. Сізге бір өте жақсы адамдар көмектесетін болады. Жақсы жаңалықтар естисіздер. Ақшалы боласыздар. Аяқ астынан келген мүмкіндіктерді, жалпы мүмкіндіктер сіздің өміріңізді күрт өзгертетін болады. Машина сатып аласыздар. Кез келген жұмыстарыңызды игеріп алып кетесіздер. Спортпен айналысқан пайдалы. Жолға шығасыздар. Жолдасыңыз сіздерге ақшалай көмек береді. Егер жолдасыңыз болмаса, мемлекеттен немесе ата-анаңыз, туысқандарыңыз сіздерге ақшалай көмек беруі ықтимал. Сіз білмеген ақпаратты еститін боласыздар. Шығармашылық жұмыспен айналысуға өте қолайлы кезең. Жалпы кез келген жағдайда қорықпау керек. Қолымнан келмейді, жасай алмаймын деген сөзді елемеу керек. Айдың соңында сіздерге ақша келеді. Жалпы менің қысқаша ғана болжамым осындай. Ұнап жатса, комментарий қалдыруды ұмытпайық. Сау болыңыздар.